Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен чесночный хлеб дайындаймыз. Керекті заттардың мөлшерін видеоның астына көрсететін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы су, ашытқыны және тұзды, одан кейін қантты салып, қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала еліктен өткізілген ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Соңында сұйық майды құйып, тағы бір рет илеп аламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін үстіне салатын салмасын дайындаймыз. Ең алдымен укропты ұсақтап турап аламыз. Үкіштің ең кішкентайынан сарымсақты өткізіп аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ майымызды саламыз. Татымына қарай бұрыш, паприка және тұз салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді ірімшікті, яғни сырды үкіштің үлкенінен өткізіп дайындап аламыз. Противенге пергамент төсеп, алдын ала барлығын дайындап қоямыз. Міне біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді теңде 2 бөлікке бөлеміз. Противенге салып, видеодағыдай етіп жайып аламыз. Мен осылай 2 бөлікке бөліп істедім. Сіздер тұтастай бір бөлік қылып істесеңіздер болады. Одан кейін үстіне салмасын салып, бірдей етіп текстеп жағып шығамыз. Соңында үкіштен өткізілген сырды бетіне сеуіп шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 20-30 минутқа салып аламыз. Осымен біздің нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте үлпілдек әрі дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.